Сәлем, сіздермен 99 каналы. Бүгінгі тақырып ғаламдық жылыну себептері. Ғаламдық жылыну дегеніміз не? Бұл жер бетіндегі орташа температураның артуы. Ғаламдық жылынудың басты әсерлері не? Климаттың өзгеруі, теңіз деңгейінің көтерілуі, мұздықтардың еруі, тасқын, құрғақшылық сияқты табиғи зардаптар жатады. 20 ғасырдың басынан бері ауаның орташа температурасы 0,74 Цельсий градусқа көтерілді. Климаттың өзгеру бойынша үкіметтің аралық тобы өз баяндамасында былай деп мәлімдеді. Адамның атмосфера мен мұхит температурасының көтерілуіне, ғаламдық гидрологиялық циклдің өзгеруіне, қар мен мұздың азаюына әсері анықталды. 20 ғасырдың ортасынан бастап байқалатын жылынудың негізгі себебі адам іс-әрекетінің әсері болуының мүмкіндігі өте жоғары. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым 2018 жылы қаңтар-қазан айларында ауаның орташа температурасы 1850-1900 жылдар аралығындағы орташа мәннен асып түскенін көрсетті. 2015, 2016, 2017 және 2018 жылдар бағалау тарихындағы ең жылы жылдар болды. Жер шарының әртүрлі бөліктерінде температура әртүрлі өзгереді. 1979 жылдан бері құрлықтың температурасы мұхитқа қарағанда 2 еседен артық көтерілді. Жылыну себептеріне не жатады? Климат жүйесі ауа райының жылынуына немесе суық болуына қарай сыртқы әсерлердің өзгеруіне жауап береді. Мұндай әсерлерге атмосфераның газ құрамының өзгеруі, күннің жарықтық вариациялары, жанартау атқылауы мысал бола алады. Қазіргі ғаламдық жылыну ең алдымен адам әрекетінің әсерінен, яғни жер атмосферасында көмірқышқыл газы концентрациясының антропогендік өсуі арқасында туындайтын жылыжай эффектісінің артады. Жерге түсетін көрінетін күн сәулесі энергиясы жерден ғарышқа шығарылатын инфрақызыл сәулеге айналады. Жылыжай газдары бұл процесті қиындатып, инфрақызыл сәулелерді сіңіріп, ғарышқа шығарылатын энергияны атмосферада ұстап тұрады. Бұл жер бетіндегі температураның көтеруіне алып келеді. Жылыжай эффектісін 1824 жылы Жозеф Фуре анықтаған, 1896 жылы Сванти Арениус алғаш рет сандық зерттеу жүргізді. Жер бетіндегі негізгі жылыжай газдары су буы, көмірқышқыл газы, метан және озон. 18 ғасырдың ортасындағы өнеркәсіптік революцияның басталуымен салыстырғанда атмосферадағы CO2 және CH4 концентрациясы 31 және 149% артқан. Жалпы антропогендік CO2 шығарылуының 1/3 бөлігі ормансыздану нәтижесі болып табылады. Барлық жылыжай газдарының ширек бөлігі ауыл шаруашылық жұмыстарына байланысты қалыптасады. 1960 жылдардан бастап 1990 жылға дейін жер бетіне жететін күн сәулесінің біртіндеп азаюы байқала бастады. Бұл құбылыс ғаламдық қараңғылану деп аталады. Оның басты себебі жанартау атқылауы және өндіріс жұмысы нәтижесінде атмосфераға түскен шаң бөлшектері. Мұндай бөлшектердің атмосферада болуы олардың күн сәулесін шағылыстыратын қабілетіне байланысты салқындатқыш әсер тудырады. Күннің жарықтағы және оның спектрін бірнеше жылдан миллиондаған жылға дейін уақыт аралығында өзгеріп отырады. Бұл өзгерістер периодтық құрамнан тұрады. Олардың ең айқын көрінетіні күн белсенділігінің 11 жылдық циклі. Өзгерістер сондай-ақ периодты емес тербелістерді қамтиды. Соңғы 10 жылдықтарда күн белсенділігі спутниктердің көмегімен өлшенеді. Ал ерте уақыттарда қосымша индикаторларды пайдалану арқылы анықталып отырған. Күн радиациясының өзгерістері көптеген басқа факторлармен бірге жер климатына әсер етеді. Қазіргі жылынуға әсер ететін себеп атмосферадағы температура өзгерістерін жіктеу. Модельдер мен бақылаулар жылыжай эффектісінің күшеюі салдарынан туындаған жылыну атмосфераның төменгі қабатының қызуына және жоғарғы қабатының салқындауына әкеп соқтыратынын көрсетеді. Егер жылыну күннің әсерінен болатын болса, температура тропосферада да, стратосферада да өзгеріске ұшырайды және температура көтеріледі. Сіздермен болған 99 каналы. Егер видео ұнаған болса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге даму.